Тыңдарма балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Екінші сабақ. Сабақтың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Ауызша және жазбаша сөйлеу туралы түрлерін білеміз. Және де мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастырып, оларға жауап береміз. Бірінші ауызша және жазбаша сөйлеу ережелерін есімізге түсіріп өтейік. Сөйлеудің ерекше бір түрі бұл жазбаша сөйлеу. Жазбаша сөйлеу арнайы әдістер арқылы меңгерілетін сөйлеудің түрі. Мұны игеру оңайлыққа түспейді. Жазбаша сөйлеу адам баласы танырлықтай дәрежеге жеткенде, ауызша сөйлеудің біршама дамыған кезінде пайда бола бастайды. Ауызша сөйлеу бұл біздің еститін және айтатын сөзіміз. Яғни біз ауызша сөйлеген кезде естиміз және айтамыз сөзді. Бұл ауызша сөйлеуге жатады. 5-ші жаттығуға қараймыз, мәтінді түсініп оқы дейді. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суреттер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа да түрлі таңбалар пайдаланылады. Сұрақтарды жалғастырып көр және жауап бер дейді. Ауызша сөйлеу дегеніміз не? Ауызша сөйлеу дегеніміз балалар жаңа айтып өткендей біздің еститін және айтатын сөзіміз. Жазбаша сөйлеуше? Жазбаша сөйлеу деген бұл жазылып берілетін хабар. Енді 3-ші, 4-ші сұрақты өзіміз құрастырып көрейік. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын қалай жеткізді? Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мысалы, ескі үңгір қабырғалар мен тастарға сақталған. Сол арқылы олар айтатын ойын жеткізген. Енді 4-ші сұрақ. Қазір жазу үшін нені пайдаланамыз? Қазір жазу үшін әріптер және басқа түрлі таңбаларды пайдаланады. Мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жаз. Яғни біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Мұны осы мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жазыңдар. 6-ші жаттығуға қараймыз. 6-ші жаттығуда бізге суреттер берілген. Суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Сыныпта досыңмен бірге талқыла дейді. Яғни теледидар және компьютер берілген бізге. Біз теледидар арқылы, яғни естиміз, теледидарда болып жатқан мысалы кино, немесе ертегі, мультфильмдерді көретін болсақ, естиміз. Және одағы айтылатын сөздерді біз ауызша тыңдаймыз. Ал компьютер арқылы біз жазбаша, мысалы біреуге хат жазу, немесе жазу жазатын болсақ, компьютер арқылы біз жазбаша түрде жаза аламыз. Яғни бұл жазбаша сөйлеудің түрі компьютер арқылы іске асады, ал ауызша сөйлеу түрі біз теледидар арқылы тыңдай аламыз. Компьютермен жұмыс істеу нұсқаулығын толықтырып жаз дейді. Бізге бірінші компьютермен жұмыс істеген кезде мұна нұсқаулықтарды есте сақтауымыз керек екен. Яғни экранға жақын отырма. Бірінші. Екінші, қисаймай тік отыр. Енді 3-ші және 4-ші нұсқаулықты өзің құрастырып көр дейді. Және де жарық жоқ жерде компьютердің
жұмыс істеуге болмайды балалар, және де сол қолмен компьютерді ұстауға болмайды. Міне, яғни үшіншіге жарық жоқ жерде жұмыс істеме, төртінші сол қолмен компьютерді ұстама, және де қандай нұсқаулықтарды толықтырып жазуға болады балалар. Өз ойларыңды да айтып өтіңдер. Жетінші жаттығуға қараймыз. Бізге жұмбақтар берілген және шешуіндегі заттарды суреттермен сәйкестендір дейді. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем. Балалар, не деп ойлаймыз оны? Яғни сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем. Бұл кітап балалар. Келесі, әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші, әр үйде бар тапқышым, кәне білші. Бұл не балалар? Бұл радио. Өздерің қимыл, ишара арқылы жұмбақ жасырып көріңдер. Жұмбақтардың шешуіндегі сөздер сөйлеудің қай түріне жатады? Бұл сөздермен екі сөйлем құрап көр дейді. Мысалы, кітап дегенге кітап оқудың пайдасы көп. Радиодан жаңалықтар айтылды. Немесе және өздерің қандай сөйлем құрар едіңдер балалар? Өз ойларыңды айтып өтіңдер. 8-ші жаттығуға қараймыз. Суреттегі заттардың алғашқы әріптерінен сандардың реті бойынша сөз шығарып айт дейді. Яғни бізге суреттер берілген, осы суреттердің алғашқы әріптерін алып, сандардың реті бойынша қандай сөз шығатынын тауып көрейік. Бірінші суретте жүзім, алғашқы әріпін аламыз Ж. Екінші суретте алма, алғашқы әріпін аламыз А. Үшінші суретте зымыран, алғашқы әріпі З. Төртінші суретте балық, алғашқы әріпі Б. Бесінші суретте алмұрт, алғашқы әріпі А. Алтыншы суретте шана, алғашқы әріпі Ш. Жетінші суретте ананас, алғашқы әріпі А. Енді қандай сөз шықты балалар? Жазбаша деген сөз шықты. Яғни, ауызша сөзін осы тәрізді суреттердің көмегімен құрастырып көр дейді. Ауызша сөзін құрастыру үшін осылай мысалы араның, уықтың, ыдыстың, зымыранның, шыршаның, айнаның суреттерін алып, сөз шығарып көруге болады. Ара сөзінде мысалы А әріпін аламыз, уық сөзінде У әріпін аламыз, ыдыс сөзінде И әріпін аламыз, зымыран сөзінде З әріпін аламыз, шырша сөзінде Ш әріпін, айна сөзінде А. Мұны осылай суреттердің көмегімен ауызша сөзін шығаруға болады екен. Балалар, өздеріңде осылай суреттерден құрастырып, ауызша сөзін құрастырып көріңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.